Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Қайырылмаған жол. Өмірден алынған әңгіме. Қаланың қара суығы бойды қарып, түнгі ауа салқындап, көшелер босай бастаған кез. Бір бұрышта ескі газетке оранып, шаршаған, қатал тағдырдың сынына ұшыраған қарт жатты. Оның шашы ағарып, бетінде терең әжімдер пайда болған, көздері бір кездері жасаған қателіктеріне өкініп, көкжиекке телміре қарап жатты. Бұл Ерлан, жасы 65-те. Өмірінің көп бөлігін құмар ойындар мен қылмыстық әрекеттерге арнаған адам. Ол жас кезінде әйелі мен ұлын тастап, өз өмірін басқа бағытқа бұрып қателіктер жасаған еді. Түрмеде өткізген жылдары оның өмірін мәңгілікке өзгертті. Ал бостандыққа шыққан соң ол бір босағасы жоқ. Кәрі қаңғыбасқа айналды. Ерлан өз ойына терең батты. Өткен күндер оның есіне түсіп, санасын мазалап қынжылтты. Әйелі Ажар мен ұлы Даниярдың бейнелері көз алдына қайта-қайта орала берді. Ол оларды тастап кеткен сәтте жас еді, ессіз еді. Бәрі ойын, жеңіл өмір сияқты көрінді. Бірақ сол сәттер оның өмірін түпкілікті өзгертті. Түрмеде өткізген ұзақ жылдардан кейін еркіндікке шыққанда, оның алдынан бос дүние ғана қарсы алды. Көше оның үйі. Бөтен адамдар оның көршілері болды. Қаңғыбастың осындай жағдайда жатқанына өтіп бара жатып көзі түсіп кеткен журналист Мейіржан оны байқап қалды. Бұл кезде түн қоюланып, суық жел қаттырақ есе бастаған. Мейіржан өзінің соңғы жаңалықтар мақаласын жазып болған соң үйіне қайтып бара жатқан. Бірақ қарт адамға көзі түскенде жүрегі шымырлап кетті. Көшеде ұйықтауға тырысып жатқан адамның жанынан тек өтіп кету, оны жай қалдыра салу мүмкін болмады. «Аға, кешіріңіз, көмектесуім керек пе?» деп Мейіржан жақындап келіп абайлап сұрады. Қарт ешқандай жауап қатпады, тек салқын көздерімен оған қарады. Қарашығында жасырынып жатқан өмірдің салмағы мен өкініші білініп тұрды. Мейіржан үндемей тұрды да біраз кідіріп, қарттың қасына тізе бүгіп отыра қалды. «Сізге қайда бару керек? Үйіңіз бар ма?» деді ол ақырын. Қарт басын шайқады, ауыр дем алды. Ештеңе деместен алыста қалған өмірін ойша шолып шыққандай. Мейіржанның жүрегінде бір жылы сезім пайда болды. Ол бұл адамның өткен өмірі қиындыққа толы екенін сезді. «Менің атым Мейіржан. Сізге бірдеңе істеуге көмектесе аламын ба? Жағдайыңызды түсіндіре аласыз ба?» Қарт терең күрсінді де, ерні дірілдеп. «Менің аты жөнім Ерлан. Мен өз өмірімді босқа өткіздім. Жастық шақта қателіктерге ұрындым. Әйелім мен баламды тастап кеттім. Сол сәтте бәрі оңай болып көрінді. Кейін құмар ойынға түсіп қылмыстық топқа кірдім. Ақыры түрмеге түстім. Жылдар өтіп жатты. Шыққанымда менде ештеңе қалмаған еді. Енді мына суық көшеде өмір сүріп жатырмын» деп айтты Ерлан дауысы дірілдеп. Мейіржан үнсіз қалды. Оның ауыр сөздері жүрегіне қатты тиді. Осы адамның басынан өткен оқиғалар бір фильмдей болып көз алдына келді. Ол өз-өзіне: «Бұл адамды жай қалдыра алмаймын. Оның отбасын тауып берсем, мүмкін бір керемет өзгеріс болар» деп ойлады. «Сізді балаңызбен кездестіруге мүмкіндік бар ма? Мен сіздің отбасыңызды тауып бере аламын деп ойлаймын» деді Мейіржан ойланып. Ерланның жүзінен таңырқау мен үмітсіздік бірге байқалды. «Балам? Ол мені кешірмейді. Мен оның есінде жоқта шығармын. Оның анасы екеуі де ендігі мені ұмытып кеткен болар» деді Ерлан баяу. «Кім біледі? Мүмкін олар сізге қайтып келу мүмкіндігін берер. Кешірім бірден келетін нәрсе емес, бірақ ол үміт сыйлайды. Егер сіз рұқсат етсеңіз, мен сізге көмектесуге тырысамын» деді Мейіржан сенімді түрде. Ерлан үндемеді, бірақ жүрегінің түбінде әлсіз үміт оты тұтана бастады. Ол ештеңе жоғалтпас еді. Тек өткеннің қайғысын ғана алып жүрді. Келесі күні Мейіржан өзінің барлық мүмкіндіктерін пайдаланып, Ерланның отбасын іздей бастады. Интернетте, әлеуметтік желілерде ақпарат іздеп көп уақытын өткізді. Бір күні Ерланның ұлы Даниярдың ірі кәсіпкер екенін анықтады. Кездейсоқ емес, табысты, беделді адамға айналған. Әйелі Ажар да тірі, өздері бұл туралы бейхабар өмір сүріп жатқан. Мейіржан Даниярмен байланысқа шықты. Ол әкесі Ерлан туралы ештеңе білмейтінін айтты.
Алғашында Данияр әкесінің тірі екеніне сенбеді. Оның түрмеде ұзақ уақыт болғаны да есінде жоқ. Анасы бұл туралы ешқашан айтпаған. Бірақ журналистің әңгімесіне құлақ түрген соң, ол ақыры кездесуге келісім берді. Тыныш таңертеңгі кез. Дәмханада Данияр мен анасы Ажар әңгімелесіп отырды. Ажар баласын сабырмен тыңдап отырды. Бірақ көздері алыстағы бір естеліктерді есіне алғандай көрінеді. Есіктен Ерлан кіріп келді. Қартайған, шаршаған адамды көргенде, Данияр оның өзінің әкесі екенін бірден түсінді. Қатты күйзеліс, ашу, реніш бір уақытта бойын кернеді. Сен кімсің? Маған әкеңмін деп айтуға сенің құқығың жоқ, деді Данияр. Ерлан оның алдында тізе бүгіп үнсіз тұрды. Өзі жасаған қателіктерден арылуға тырысып, көзіне жас толды. Мені кешіріңдер. Мен сендерге ештеңе бере алмадым. Бірақ қазір тек кешірім сұрай аламын. Басқа ештеңе сұрамаймын, деді ол басын төмен салып. Данияр әкесіне ұзақ қарап тұрды. Оның жанын кернеген ашу бірте-бірте бәсеңдей бастады. Ажар болса, баласының қолын ақырын ұстап, мүмкін, Данияр, біз көптен бері жүрегімізді жауып тастаған болармыз. Кешірім қиын. Бірақ ол бізді босатады, деді сабырлы дауыспен. Данияр анасының сөзін естігенімен біраз ойланып, әкесіне қарап, өз ренішінен арыла алмай тұрғанын сезді. Бұл оңай емес. Бірақ мүмкін уақыт бәрін орнына қояр, деді Данияр күрсініп. Ерлан үнсіз басын изеді. Ол кешірімнің бірден келмейтінін, бірақ алғашқы қадамның жасалғанын түсінді. Журналист Мейіржан алыстан бәрін бақылап тұрды. Ол өз жұмысының сәтті аяқталғанын сезді. Адамдардың тағдыры ешқашан бір сызықта бола бермейді. Бірақ кейде үміт ең соңында да қайта туатын кездер болады. Данияр әкесін кешіре ме, жоқ па, оны уақыт көрсетер. Үмітсіз тек шайтан. Ең бастысы, өмірге адам болып келген соң, адам болып қалу міндетің. Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмас үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз.